Философия ғылымдарының докторы Алтай Тайжанұлы үйіндегі жұмыс бөлмесін өшпес мұраға арнаған. Кітапты көзінің қарашығындай сақтайтын профессор өз кітапханасын жабдықтап алыпты. Мұнда әлем және қазақ классиктерінің көркем әдебиетін де, балаларға арналған шығармаларды да, ғылыми зерттеу еңбектерді де кездестіруге болады. Біздер кітапты мектепте оқып жүрген кезден жинадық. Және кітапты үлкен құндылық деп есептеп, сол кездегі бала кезіміздегі шағын балаларға арналған кітаптардан бастап, соларды жаттап, сол үйде қала беретін. Сөйтіп ол көбейетін. Енді көптеген энциклопедиялар болатын, балалар энциклопедиясы, сосын әртүрлі салалық энциклопедия, өлкетануға байланысты энциклопедия, оларды мен кейбір адамдарға бердім. Таратып бергеннен, сыйға тартқаннан қалған кітап қоры 3000-ға жуық. Қызығы сол барлығын сатып алған. Беті ашылмайды, оқылмайды, тек сөреде ғана тұратын шығар деп ойламаңыз. 76 жастағы зейнеткер бір кітапты күніге бірнеше рет оқиды. Себебі өзі де кітап жазады. Дәлел автордың 22 ғылыми еңбегінің жарыққа шығуы. Қазір жоғары оқу орны оқытушылары профессордың еңбегін негізге алып, студент оқытып жүр. Ал Алтай Тайжанұлы өз зерттеулерімен кітапханасын толықтырып жатыр. Әдебиет саласында да жазғандарым бар менің, эстетика саласында жазғаным бар, мораль саласында жазғаным бар, көп еңбектерім руханият саласында жазылған. Сосын қала берді, мен осы қазақтың осы қалай деген зиялыларын, ар жағы түрік әлемінің зиялыларын, анау Қожа Ахмет Яссауиден бастап, Абайды бойлай отырып, Әуезовпен және өзіміздің мына Марат Оспановқа дейінгі аралықта мен адамдар туралы жаздым. Олардың көзқарастары туралы, олардың болмысы туралы. Кейіпкеріміздің айтуынша ағартушылар, зиялы да зерделі адамдар көп өлшемді болады. Сондықтан Абайды таныдым, толдым, Әуезовті зерттеп болдым деу әбестік. Олардың болмысын айқындау өз алдына, ал эстетикалық рухани көзқарасын аңғару бөлек зерттеу. Үлкен монография шығардым, тұлғалар тағылымы деген. Тұлғалар тағылымы. Бұл жерде мен бекер атын қойған жоқпын, тұлғалар тағылым. Тағылым тұлғалар деп те жазылған. Тағылым тұлғалар болатын болса, онда ол тек қана тағылымнан тұрады. Ол бізден алыс тұлғалар. Мәселен, Қожа Ахмет Яссауи сияқты. Жалпы әулиелік, жалпы құрмет, ана адам бізден қашықтаған сайын, ғасырдан ғасырға кеткен сайын, біз оны құрметтей береміз. Мен де жазар едім. Өзімнің ата-бабаларым туралы ойбай, бәлен неден ұрпақтарымыз біздің би болған екен, бүйткен екен, сөйткен екен, болыс болған екен, или тағым ақын болған екен, ақынға жақын болған екен деп. Мен ойлаймын, ол енді ол бір әулет үшін керек болар, өздері үшін керек болар. Но дегенменен ол енді Абай емес қой. Ол Қожа Ахмет Яссауи емес қой. Болмаса ол Сәтпаев емес қой. Кейіпкеріміз Қазақстан Республикасының ғылымына, жоғары біліміне еңбегі сіңген қайраткер. Профессор ұлттық кітап күнінің маңызын былай ұғынады. Ұлттық кітап күнінің идеясы бұл дұрыс идея. Болашағы бар идея деп есептеймін. Өйткені кітап білім бұлағы. Міне осы мына кітап күні арқылы, халықты кітапқа қызықтыру арқылы біз сол бұрынғы кітаптың құнын, кітаптың біздің руханиятымыздағы орнын, кітаптың мына ұлт санасын қалыптаудағы орнын келтіруге мүмкіндік қой деп ойлаймын.